Қызыл жебе Шерхан Мұртазаның 5 томдық роман эпопеясы қазақ халқының 20 ғасыр басындағы күрделі кезеңін, Тұрар Рысқұловтың өмірі мен күресін баяндайтын көркем туынды. Роман Тұрардың балалық шағынан басталады. Әкесі Рысқұл әділетсіздікке қарсы шыққаны үшін түрмеге қамалады. Тұрар әкесімен бірге түрмеде өсіп, бала кезінен ақ өмірдің ауыртпалығын сезінеді. Ол әділетсіздікке қарсы тұруды, шындық үшін күресуді үйренеді. Тұрардың өмір жолы қазақ халқының тағдырымен тығыз байланысты. Ол патшалық Ресейдің отарлық саясатына қарсы шығып, кеңес үкіметінің орнауына белсене қатысады. Тұрар Түркістан Республикасында жоғары лауазымды қызметтер атқарып, ұлттардың өзін-өзі басқару құқын қорғауға тырысады. Романда Тұрардың Сталинге жазған хаттары, сталиндік репрессиялар, ашаршылық жылдарындағы қазақ халқының ауыр жағдайы кеңінен суреттеледі. Тұрардың күресі ұлттың болашағы үшін жанқиярлықпен жасалған ерлік. Неліктен бұл кітапты оқу керек? Бірінші, тарихи шындықты көркем тілмен түсінуге мүмкіндік береді. Екінші, ұлт тағдыры үшін күрескен тұлғаның өмір жолымен таныстырады. Үшінші, әділет, ерлік, ұлтжандылық сияқты құндылықтарды дәріптейді. Төртінші, қазақ әдебиетінің көрнек туындысымен танысуға жол ашады. Қызыл жебе әрбір қазақ азаматы үшін рухани азық, ұлттық сана мен тарихи жадыны қалыптастыратын маңызды шығарма. Бұл романды оқу арқылы сіз өз тарихыңызды тереңірек түсініп, болашағыңызға сеніммен қарай аласыз.